Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 5-6 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы төрт түлік. Ендеше сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Бүгін сабақта біз мәтіннің стильдік ерекшеліктерін тану, лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы танитын боламыз. Ендеше балалар, алдымен сендер кітабымызда берілген ой-түрткі сұрақтарға жауап беріңдер. Қалай ойлайсыңдар? Қазақ халқының өміріндегі төрт түліктің рөлі қандай? Төрт түлік туралы қандай мақал-мәтелдерді білесіңдер? Бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап бересіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдары көп мағыналы және амоним сөздер деп аталады. Сонымен, көп мағыналы және амоним сөздер дегеніміз не? Сөздің екі не одан да көп мағынасына ие болуын сөздің көп мағыналылығы дейміз. Мысалы, бас деген зат есім, адамның, хайуанаттың, жәндіктің дене мүшесі. Шөптің, ағаштың ең жоғарғы бөлігін біз бас деп атаймыз, Ал екінші мағынасы өзеннің, бұлақтың басталған жері. Не болмаса таяқтың ұшы, балтаның, шоттың жүзі бар жағы, яғни бір сөздің әртүрлі мағынаға ие болуын біз көп мағыналы сөз деп атайды екенбіз. Ал біркелкі дыбысталып айтылатын, бірақ мағынасы басқа сөздер тобын біз амонимдер деп атаймыз. Мысалы, қара деген сөз. Ең бірінші қара деген қара шаш, яғни заттың түсін білдіретін сындық мағыналы сөз. Ал екінші мағына тақтаға қара, қимыл әрекетті білдіретін етістік. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың негізгі тілдік бағдарлары сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабағымыздың негізгі мәтінімен бірге таныс болайық. Ол үшін мәтінді бірге дыбыстап оқиық. Қазақ ежелден мал шаруашылығымен айналысқан халық. Мінсе көлігі, ішсе сусыны, жесе тамағы, кисе киімі, тұтынса бұйымы. Байлық мақтаны мен салтанатты да осы мал болған. Қасиетті төрт түлікке қатысты ұлтымыздың ұғымдары мен түсініктері бар. Мысалы, түйені өсу жолымен бота, тайлақ, буыршын, буырлыш, нарша, бұзбаша, інген, атан, бура деп айтайды. Түйені қасиетіне қарай бір туған, бекпатша, мая, желмая, күлпатша, нар, аруана, жампоз, қоспақ, бал қоспақ, мырза қоспақ, үрлектеп деп бөлінеді. Қазақ үшін ең құнды қасиетті мал жылқы. Оны жасына, түріне қарай құлын, жабағы, тай, құнан, байтал, сойтал, дөнен, қуық, бесті, бие, ат, сәурік, айғыр деп те атайды екен. Бұрынғы ел қорғаған батырлар жылқы ішіндегі таңдаулыларын жорға, су жорға, жүйрік, тұлпар, қазанат, сәйгүлік, назбедеу, дүлдүл, арғымақ деп сипаттап ерекше дәріптеген. Ауыз әдебиеті туындыларында жылқыға тіл бітіріп, батырдың жан серігі деп бағалаған. Халық сиырды жасына қарай құнажын, дөнежін, сиыр, бұзау, баспақ, торпақ, тана, тайынша, қашар, өгіз, бұқа деп те атайды. Қой түріне және жасына қарай қозы, марқа, тоқты, бағлан, тұсақ, азбан, ісек, ақауыз, қошқар, саулық деп бөлінеді екен. Ал екінші лақ туша, бөрте, шыбыз, серке деп жіктейді. Малдың қадір қасиетін тәжірибелі халқымыз түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп бағалаған екен. Балалар, бұл мәтін қазақтың салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптары кітабынан алынған екен. Ендеше,
Қазаққа сай, тек қазаққа ғана тән қазағымыздың төрт түлік мал түрлерімен таныс болыңдар. Олар сиыр, жылқы, қой және түйе. Ал балалар, сендер осы төрт түлік мал иесінің өзінің пірлері, яғни аталары бар екенін білесіңдер ме? Ендеше әр төрт түлік иесінің өзінің аталарымен таныс болыңдар. Қойдың пірі шопан ата деп аталады, ал жылқының пірі қамбар ата деп аталады. Сиырдың пірі зеңгі баба, түйенің пірі ойсыл қара деп аталады екен балалар. Ендеше сендермен берілген екі тапсырманы орындайық. 5-ші тапсырма. Жазылым. Төмендегі сөздердің көп мағыналы және омонимдік тіркесін құрайсыңдар. Қала, түс, көз, илеу, қанат, құлақ сөздерінің көп мағыналы не болмаса омонимдік тіркестерін құрап шығасыңдар. Ал келесі тапсырма ауызша. Яғни жаңа оқыған мәтіндегі түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деген тіркестердің қандай мағынада қолданып тұрғанын түсіндіресіңдер. Ендеше WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.